Өзü сары адам қызара берді, Маевкадан келдік. О, қазан ошақ, саморын, мангал, кілем, ыдыс аяқ, көрпе төсек, бәрін машинаға салып, оның ішіне бала шағаны салып, папа аяғым қысып жатыр, папама белім, қойынан, ары отырышына симай, мамасы айтшы деп, сағат 12-де ма бірде жеттік қой үшін. Іздеп жүр бір талдың көлеңкесін тауып алдық. Барып машинаны тоқтап қарасақ, жан-жанымызда бір туристер ау дейін дем алып жатыр. Кішкентай ғана кілем, қолдарында бір гүл, дәрі, шөп, талдың жапырағы. Жамбастап жатыр әңгіме айтып, үйлерінен ет тамақ жеп шыққан бар. Біз әнерге барып заттарды түсірдік. Ана балдар деген енді ашық қой, енді анаға деме ашымай өліп барасың, тимек жейміз ғой, тураймызға жуамыз оны деп анан. Ош не керек жайып бәрін дайын болған кейін барып отын сында пар талдың төбесіне дем алып жатырлар. Біз отын жинап жатырмыз. Тамаққа кірістік, жан-жанымызға қарасақ, суға піскен картошка, жұмыртқа суға піскен, компот, бірдеңе, жеңіл тамақ, үйде жемейтін тамақ анау. Жеп дем алып жатыр. Біз қазан тамақ істедік. Қуырдақ, сорпа, шашлик, саморының шайын ана ішіп болам дегенше түн болды. Ал қайтадан жинал, бәрін машинаға тық, симайды ана машинаға. Ананың бәрін машинаға салыпса, балаларды міне ана тығып, сонымен ошын үйгеге бірақ демалғасын ғой. Демалам деп барып шашап келгесің ғой. Үйгеге кейін барып, жеттік ау аман есен дегесің ғой. Сіздерде де демалыстарыңыз осындай ма, бөлек па?